Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ашытқы қоспай 15 минутта дайын болатын топ-томпақ бауырсақтар мен шелпектердің рецептісін айтатын боламын. Сондықтан каналымнан алыстамай, ешқандай денсаулыққа зияны жоқ, дәл осы менің рецептіме міндетті түрде жасап көріңіздер. Төмендегі подписация батырмасын және де жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы сүтімізді құйып аламыз. Енді сүтіміздің үстіне қантымызды, тұзымызды және де жарты қасық содамызды салып жібереміз. Содан кейін бір жұмыртқамызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осылай араластырып, тұз-секеріміздің барлығын ертетін боламыз. Мінекей сұйықтығымыз дайын болды. Енді мендегі ұн жоғары сұрыптағы белес ұны. Сүтімізді үстіне құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бұл жеті нанды пісіріп, көршілерге тарату ежелден ата-бабаларымыздан келе жатқан салт-дәстүрлердің бірі. Жеті шелпек жеті түрлі бәледен сақтайды деген аңыз әңгімені айтып берейін. Ертеде бір аңшы болыпты. Аңға шыққан сайын қанжығасы майланып келеді екен. Бір күні ол тағы да тауға шығуға әзірленеді. Құзаршынға ұя салатын қыранның балапанын үйге әкеліп баптауды ойлайды. Сапарға шығатын күні ұйқысынан шошып оянады. Bir бәлені жүрегі сезіп, әйеліне мен аңға кеткен кезде жеті нанды пісіріп көршілерге таратып жібер деп тапсырады. Әйелі жарайды деп ері аттанған кезде жеті шелпегін пісіріп көршілерге таратып жібереді. Жұрттар қабыл болсын деп садақа наннан дәм татады. Аңшы бұдан бұрында бүркіттің балапанын алып кетеді екен. Қыран аңшының тағы келерін сезіп, олжа іздеп кетерде балапандарын тауға аманаттайды. Бөгде біреу ұяма тиісіп, балапанымды алып жатса, жартасты жаңғыртып хабарын берерсің дейді. Тау бүркіттің өтінішін қабыл алады. Біршама уақыттан кейін қыран ұясына келсе, балапандары жоқ болып шығады. Ол аңшының алып кеткенін біліп, қатты ашуланады. Саған хабар жеткіз деген едім ғой, балапаныңды неге беріп жібересің деп тауға қатты ренжиді. Таудың айтқаны, мен саған жеткізгім келген, бірақ жеті күш жеті жағымнан қысып, тырп еткізбеді, қозғалуға мұрша бермеді деп ақталады. Сонда жеті шелпектің шарапаты алып тауды басып, аңшыны бәледен сақтапты. Жеті шелпек жеті түрлі бәледен сақтапты деген сөз осыдан шыққан. Сондықтан жеті шелпектің сауабы жеті атаңа, одан асса 70 атаңа кетеді. Сондықтан садақа үшін берілетін бір үзім нанды жиі таратып, дәстүрімізді әрі қарай жалғастырып отырайық. Мінекей қараңыздар, біздің жеті нандарымыз күшті болып шығып жатыр. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмі өте ерекше болып шығады. Әрбіріңіздің Алладан қол жайып сұраған дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Каналымды жоғалтып алмас үшін төмендегі подписация батырмасын және де жанындағы қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.